Жастар жылына орай облыстық жастар бастамаларын дамыту орталығының ұжымы жолдауға сай жоспарды жүзеге асыруға асығуда. Жастар үшін 2018 жылда нәтижелі болды. Зұлқарнай Ермұратұлы тарқатады. ИТ жылында жастар тарапынан ауыз толтырып айтарлықтай жаңалық көп. Алға қойылған айқын мақсатқа жету жолында талай тер төгіліп, елеулі еңбек атқарылды. Орталық инспекторлардың бастамасымен қоғамдағы өзекті мәселелер қарастырылған 57 мыңнан астам кездесу өтті. Оның 7611-і жастар орталығында, қалған 49690 сұрақ онлайн түрде талқыланған. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 1150 адам жұмыспен қамтылды. Тағы бір елеулі жаңалықтардың бірі осы ғимарат қабырғасында ашылған облыстағы алғашқы IT орталық. Облысымыздың ең алғашқы IT орталығы біздің жастар орталығында наурыз айында ашылды. Бүгінгі күні бұл орталықта екі бағыт бойынша жастар оқытылады. Яғни бұл робототехникамен және IT бағыттағы программаларды жазу. Яғни бұл мобильді телефондарға арналған приложениялар, басқа сайттар, және де бұл клубтарға, орталыққа келіп отыратын жастар бүгінгі таңда өздері сайт пен приложенияларды істеп, оларды түрлі фирмаларға сатуға мүмкіндік алды. Жастар бастамаларын дамыту орталығының басшысы Төлеген Жұмабекұлы елбасы жастарға үлкен сенім артып, 2019 жылды жастар жылы деп атағаны бізді қуантты дейді. Ел болашағы жастардың қолында деген қағиданы ұстанатын орталық инспекторлары доңыз жылында да талай тың деректерді жүзеге асырамыз деп отыр. Әсіресе Ұлы даланың 7 қыры мақаласы аясындағы жобалар қолға алынбақ. Осы жолы біз енді Ұлы даланың 7 қырына арнап жас жігіттерге, қыз балаларға арналған дәл осындай форматта атқа міну мәдениетін, салт дәстүрін үйрететін, үйірме ашатын ой бар. Негізгі жоспар қаңтар айында Астана қаласында елбасының қатысуымен болатын республикалық форумнан кейін құрылмақ. Жастар биылғы жылы да биік белестерді бағындырады деген сенім мол. Зұлқарнай Ермұратұлы, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат.